дәрілік қасиеті өте ерте кезден белгілі болған бір жылдық өсімдік. Оны қолдан егіп өсіреді. Малдың азығы ғана емес, адамдардың тағамдық қорына да кіретін және де дәріханадағы дәрілерден қалса қоймайтын дақыл түрі. Сұлымен қандай ауруларды емдеуге болады? Асқазан ішек жолдарының аурулары, бауыр, гепатит, панкреатит, сусамыр, бүйрек пен қуықтың аурулары, баланың құлағынан ырың аққан кезде, отадан кейін әлсіздік сияқты ауруларды емдеуге болады. Және темекіден бас тартқыңыз келсе, сұлуды пайдалансаңыз болады. Асқазан ішек жолдарының ауруларын емдеу үшін бір стакан сұлыны 5-7 рет таза сумен жуып, 500 грамм суға салып, жартысы қалғанша ақырын қайнатады, әбден пісіреді. Осы кезде 2 ас қасық бал қосып, тағы 3 минут қайнатып, жылыдай ас алдында осыны 3-ке бөліп ішеді. Бауыр және панкреатит ауруына ем болсын десеңіз, бір стакан сұлыны бірнеше дүркін тазалап жуып, 1 литр тазартылған суға салып, 12 сағат бұқтырып қояды. Жарты сағат жабық ыдыста ақырын қайнатады. Осының сыртын жылы орап, тағы 12 сағат бұқтырады. Осыдан соң сүзіп, таза ыдысқа құйып аласыз. Тазартылған немесе қайнаған сумен алғашқы көлеміне жеткізесіз. Осы судан әр жолы 100 граммнан ас алдында күніне 3 рет ішесіз. Бұл асқазанды ғана дұрыстап қоймай, бауыр ауруына да панкреатитке де пайдалы. Сусамыр сырқатына 1 стакан сұлы дәнін 1 литр қайнап тұрған суға салып, 4-тен 1-і кеткенше ақырын қайнатып, сүзіп, жарты стаканнан күніне 3-4 рет ішесіз. Бүйрек пен қуықтың ауруына 1 стакан аршылған сұлыны 1 литр қайнап тұрған суға салып, жартысы қалғанша ақырын қайнатып, үстіне 2 стакан қайнаған жылы сүт қосып, тағы 20 минут ақырын қайнатасыз. Дәрі дайын. Осыдан әр жолы 1 стаканнан күніне 3 рет ішесіз. Бір емделу барысы 15 күн. Ал гепатит және бауыр қатып қалған кезде мынандай асты әзірлейсіз. 1 килограмм сұлыға 10 литр су құйып, 2 литр су қалғанша ақырын қайнатасыз. Осыған 1 килограмм бал, 100 грамм тұзы жоқ сары май құйып араластырып, тағы да 10 минут ақырын қыздыра қайнатып барып, суытасыз. Осыдан әр жолы 1 ас қасықтан күніне 3 рет жейсіз. Балалардың құлағынан ырың ағып немесе қол-аяқтары шидейіп, қарны үлкейіп ауырса, үлкендердің буыны ауырса, 1 килограмм сұлының жас сабанын ұнтақтап 5 литр суға 30 минут ақырын қайнатасыз. Осы суды шомылуға, астауға құйып, белгілі су қосып 15-20 минут жатып шомыласыз. Осы судың температурасы 38-40 градус болуы қажет. Адам кәріліктен ауыр ота жасап әлсірегенде 1 стакан сұлы дәніне 1 литр қайнап тұрған су құйып, қойылғанша қайнатасыз. Осыған 4 ас қасық бал қосып араластырып қойыңыз да, әр жолы 1 стаканнан күніне 3 рет ішесіз. Ал темекіден бас тартқыңыз келсе, 2 литрлік банкына жартысына жуылған сұлыны салып, толтырып су құясыз. Ақырын отта 30 минут қайнатасыз. Осы судан сұлыны сүзіп алып тастап, сол суға 2 ас қасық қырмызгүл салып 8 сағат жылы етіп орап қоясыз. Тағы да сүзіп, жылыдай күніне 2 стаканнан ішіп, 2 аптаға созасыз. Міне достар, бүгінгіге сұлының пайдасы жайында айтылды. Өздеріңізге керек жерін сақтап алыңыздар және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал келесі видеода не жайында оқығанымды қалайсыздар, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Сау болыңыздар.